Сәлеметсіздер ме? Біз Мұхтар Әуезов жалпы орта білім беру мектебінің 8-ші сынып оқушылары Қасымбек Қызайгөз, Қали Гүлдана. Біздің таңдаған жобамыздың тақырыбы баламалы энергия көздері арқылы автоматтандырылған жылыжай шаруашылығын жүргізу. Біздің мақсатымыз мектеп оқушыларының экологиялық мәдениетін, қоғамның саналы және жауапты тұтынушыларын қалыптастыру, ғылыми шығармашылық пен цифрлық технология жетістіктерін қолдану арқылы инженерлік дағдыларын дамыту. Жобамызда доғал конструкторлық типін қолдандық, себебі доғал жылыжайларда өсімдіктерді өсіру оңай. Жылыжай макетімізде біз оның сыртын ПВХ материалдармен және де ОРГ шынымен қаптап қойдық. Және де ішіне әшекейлеп гүл және де өсімдіктерді орналастырдық. Басқару жүйесін қарастырсақ, бұл жерде бізде Arduino, мынау ылғалдық датчигі болып табылады, ал мынау насос. Мына жерде бізде температура мен ылғалдылықты көрсетіп тұрады. Көріп тұрғаныңыздарыңыздай 34 градус сол температура, ал 24 ылғалдылығы болып табылады. Және де жылыжайда қауіпсіздік шаралары да қарастырылған. Яғни, егер де сымның біреуі үзіліп қалса, онда жүйе автоматты түрде өшіп қалады. Тағы бір ерекшелігі, жылыжай терезелері температура 40 градустан жоғарылаған кезде өздігінен автоматты түрде ашылады. Ал 40 градустан төмендеген кезде жылыжай терезелері жабылады, немесе оны қолмен өзіміз аша аламыз. Сенсорда насосты қосқан кезде жасыл түсті жарық болып жанады. Насосты қолмен үйде де отырып қосуға болады. Ал топырақ ылғалдылығы 50%-дан төмендеген кезде насос қосылып өсімдікті суара бастайды. Автоматтандырылған жылыжай бұл ауылдық жерлерде фермерлер, ірі кәсіпкерлер қолдануға, автоматты түрде басқаруға мүмкіндік бере алатын техникалық тәсіл. Қазіргі заманауи технологиялар кеңістігінде осындай жобалар құрастырып, ауыл шаруашылық саласы я болмаса, басқа да салалардағы бірқатар мәселелерді шешуге болады. Жылыжай толығымен автоматты түрде жұмыс жасайды, яғни ондағы жылу, жарық жүйесі тәуліктің әр мезгіліне қарай өздігінен реттеліп отырады. Күндіз жылыжай қалыпты жағдайда жұмыс жасайды, ондағы температура ауа райына байланысты автоматты түрде реттеліп ауысып отырады. Жобамызда қорыта келе автоматтандырылған жылыжай шаруашылығын жүргізу қажеттілігі негізінде химиялық қоспасыз әрі дәруменге мол құнарлы өніммен қамтамасыз ету. Көшеттер, гүлзарлар отырғызу арқылы кентімізді көгалдандыруға үлесімізді қосудамыз.